Айман мен Ержанның үйленгеніне 2 жыл болды. Екеуі де жас, махаббаты оттай жанған, бірақ өмірлері қиындыққа толы. Шағын қалада ескі үйде Ержанның ата-анасымен бірге тұрады. Үй үлкен, бірақ қабырғалары жұқа, әр сыбыр, әр қозғалыс естіледі. Түнде жақындасу мүмкін емес, қайын атасы түнгі намазға тұрады, қайын енесі ұйқысы жеңіл. Бір рет қана тырысып көрген. Айманның аузына шыққан кішкентай ғана дыбысты қайын. Содан бері екеуі ұялап қол ұстасып қана жатады. Айман күндіз үй шаруасымен айналысады, кешке күйеуін күтеді. Ержан құрылыста жұмыс істейді, шаршап келеді, бірақ көзі Айманға түскенде құмарлық оянады. Олар сыбырлап сөйлеседі, бір күні жеке пәтер аламыз, шыдашы, жаным. Бірақ шыдам шынайы махаббаттың алдында әлсіз. Кейде ас үйде жалғыз қалғанда Ержан Айманның белінен құшақтап, мойнына сүйеді. Айман ұялып кетеді, күледі, тыныш, бізді көріп қояр. Күндердің бірінде жаздың ыстық күні болды. Үйдегілер түсте ұйықтап жатыр. Айнұр душқа түсуге кіріп кетті. Суық су денесін сергітті. Ол көзін жұмып, судың ағынын сезініп тұрғанда есіктің ашылып жабылғанын естіді. Жүрегі дүрсілдеді. Пердені аздап сырса, Ержан тұр. Жейдесіз, терлеп. Неғып келдің мұнда? Деп сыбырлады Айман. Шыдай алмаймын деді Ержан даусы қарлығып. Бәрі ұйықтап жатыр. Ол ішке кіріп есікті құлыптады. Бұл будақтап тұр. Айманның денесі су тамшылармен жылтырап тұр. Ерлан оны құшақтады. Алғашқы рет осылай жасырын, қорқыныш аралас. Айман қарсылық танытпады, керісінше күйеуінің мойнына асылды. Бірақ қорқыныш басым болды. Бірнеше минуттан соң екеуі үндемей шығып кетті. Ол күннен бастап ванна бөлмесі олардың жалғыз жеке орнына айналды. Уақыт өте келе жасырын кездесулер жиіледі. Кешкі астан соң Айман душқа түсемін деп кіреді. Біраздан соң Ержан да кіріп кетеді. Су шуы барлық дыбысты басып тұрады. Бұл оларды жасырады. Ерлан Айманның денесін сипап, мойнын, иығын сүйеді. Айманның қолы күйеуінің арқасынан төмен сырғиды. Олар перденің арғы жағында тұрып, бір-бірін құмарта құшақтайды. Бірақ толық жақындасуға бата алмайды, уақыт аз, қорқыныш көп. Айман іштей күйеді, неге біздің махаббатымыз осылай жасырын болуы керек? Ержан да солай ойлайды, бірақ ештеңе істей алмайды. Олардың арасындағы құмарлық күшейе түседі. Кейде түнде Ержан Айманның құлағына сыбырлайды, ертең кешке ұзағырақ болайық. Бір күні кеш батқан соң үйдегілер теледидар көріп отыр. Айман душқа кіреді. Су ағып, бу көтеріледі. Ержан біраз күтіп, содан соң ішке кіреді. Бұл жолы екеуі де батылдау. Ержан жейдесін, шалбарын шешіп тастайды. Айманның денесі ыстық дайын болып тұр. Ол пердені толық сырады. Айманның аузынан шыққан дыбыстар су гөлінің астында ғана естілді, екеуінің демі үзілді. Бірақ толық бірге болуға уақыт жетпеді, сыртынан қайын енесінің даусы естілді. Екеуі үрейленіп тез киініп шықты. Айманның беті қызарып, сабын іздедім деп өтірік айтты. Сөйтіп енесі ас үйге кіріп кеткенде, Ержан ұрланып жатын бөлмеге білдірмей кіріп жата қалды. Күндер өтіп құмарлық шыдамсыздыққа айналды. Ержан жұмыстан ерте келіп Айманға сыбырлайды, бүгін міндетті түрде. Айман күндізгі шаруаны тез бітіріп, кешкісін душқа кіреді. Бұл жолы үйдегілер ерте ұйықтаған. Теледидар өшіп, үй тыныш. Ержан кіргенде Айман оны күтіп тұр екен. Перде ашық. Екеуі бір-бірін құшақтады. Ержан Айманның тауларын қытықтады, сөйтіп олар көптен күткен сезімге беріліп тыныштық тапқан күйі жабысып тұрды. Олардың құмарлығы шарықтады. Су әлі ағып тұр, бұл барлық дыбысты жасырып тұр. Айманның сүйріктей саусақтары арқасын сипап өтті. Олардың қозғалысы ырғақты, жылдам. Айманның іші тартылып, толқыны келді, ол Ержанның иығына сипап, дыбыс шығармауға тырысты. Ержан да шыдай алмай ішке босады. Ыстық су денелерін жуып жатыр. Біраз уақыт ешкім сөйлеген жоқ. Тек жүрек соғысы естілді. Содан соң екеуі тез жуынып киінді.
Ержан алдымен бірінші шықты, дәлізді тексерді, ешкім жоқ. Айман біраздан соң шықты, шашын сүлгімен орап. Олар бөлмелеріне кіріп төсекке жатты. Бірақ ұйқы келмеді. Айман Ержанның құшағында жатып, бұл қашанға дейін жалғасады? Жеке үйіміз болмай ма, қашанғы жасырынып жатамыз, сенің анаң қашанға бізді аңдып жүреді, мен шаршадым. Болат, шыдашы. Мен қосымша жұмыс істеп жатырмын. Айлық жалақы өсіп келеді, жақын арада пәтердің басына ақша құямыз, кейінгісін асықпай төлей береміз, деді Ержан оның маңдайынан сүйіп. Таңертең қайын енесі күдікті бірдеңе байқаған сияқты. Түнде су неге ұзақ ақты, түсініксіз дауыстар шығып жатты деп сұрады. Айман шашымды терең жудым деп күлімсіреді. Ержан басын төмен салбыратып үндемей шай ішті. Бірақ екеуі біледі, бұл жасырын кездесулер әлі жалғасады. Өйткені махаббат пен құмарлық ұяттан, қорқыныштан күшті. Олар осы сәттердің арқасында шыдайды, армандайды, күреседі. Бір күні шынымен жеке үйлері болады. Ал әзірге душ астындағы болы құшақтар, жүректің лүпілдеген соғысы өмірлерін шынайы әрі толық етеді. Ол оқиғадан кейін бірнеше ай өтті. Айман мен Ержанның өмірі бұрынғыдай жалғаса берді. Күндіз әдеттегі үй шаруасы, жұмыс және түнде үнсіз төсек, ал кешкісін душ астындағы жасырын кездесулер. Бірақ бір нәрсе өзгерді, екеуі бұрынғыдан да жақын бола түсті. Жасырын кездесулер олардың арасындағы байланысты күшейтіп, бір-біріне деген сағынышты үлкен етті. Ержан қосымша жұмыс істей бастады, кешкісін құрылысқа қосымша ауысымға шығатын болды. Ақша жинау керек еді. Айман да қолынан келгенше көмектесетін. Көршілерге тігін тігіп, кейде базарға шығып, қолдан істеген заттарын сататын. Жеке үйіміз болса екен деген арман екеуінің де көзінде тұрақты жанатын. Бірақ қайын енесі баласын қызғанды ма, әлде жастық шағы есіне түскені ме, жастарды бақылауды тоқтатпады. Бір күні қайын енесі тікелей Ержанға айтты: балам, келін суға көп түседі, ақшаны құртып жатыр. Есеп шотты қарасам, су көп кетіпті соңғы айларда. Ерлан күліп, жаз ыстық қой, жиі жуынады деп құтылды. Бірақ екеуі түнде сөйлесіп шешім қабылдады. Аз уақытқа осы кездесулерді тоқтата тұру керек. Құмарлық қиын болды. 2 апта бойы екеуі бірде көлікте, артқы орындықты жатқызып, бірде саунаға барып, бірде қонақ үйде сағынышын басып жүрді. Айманның іші мазасыз, Ержанның көзі оттай жанатын. Бірақ шыдады. Содан кейін күз келді. Ерланның жинаған ақшасы жеткілікті болмаса да, қаланың шетінен кішкентай ескі үйдің басына ақша төлеп, несие рәсімдеді. Ата-анасы алғашында қарсы болды. Не қыласыңдар, үйде орын жетеді ғой. Балалар туылған соң ақшаларың жетпейтін болады. Бірақ Ержан қатты айтты: бізге жеке өмір керек. Сіздерді құрметтейміз, бірақ өз отбасымызды құруымыз керек. Айман жүкті болып қалғанын сол кезде айтты. 3 айлық. Бәрі қуанды, қайын енесі тіпті көзіне жас алды. Енді қайтейін, кетсеңдер кетіңдер, деді ақыры. Көші-қон күні жаңбыр жауып тұрды. Кішкентай жүк көлігіне заттарын тиеп, екеуі жаңа үйге аттанды. Үй ескі, жөндеу керек, бірақ есіктері құлыпталады, қабырғалары қалың, ванна бөлмесі тек өздерінікі. Алғашқы түні екеуі әбден қанғанша істеп, таң атқанша бір-бірінікін сезініп, жалаңаш, өздерін еркін сезінді. Ержан Айманды құшақтап: енді ешкімнен ұялмаймыз, деді. Айман күліп, оның ернінен сүйді. Бірақ душ астындағы сол кездесулерімізді ұмытпаймын. Олар бізді осыған жеткізді ғой. Олар бөлек кетті, иә. Бірақ ата-енесімен ара қатынасы жақсы қалды, апта сайын барып тұрады, баласы туған соң апта сайын жақындасты. Ал өздеріне келсек, енді түнде ешқандай шу шықса да ешкім естімейді. Құмарлық еркін өршиді, махаббат гүлдейді. Өмірде көптеген жас жұбайлар осылай шыдайды, күреседі де, ақыры өз отауларын құрады. Айман мен Ержан да солардың бірі. Шынайы өмірден алынған әңгіме.